егер Алла тағала бір құлды сүйіп бастаса дейді, жақсы көріп бастаса, оны сынақ қала бастайды дейді. Алла, қарсаңшы, біз Раббым не болып кетті дейміз ғой. Болмай кетті ғой, не болып кетті мынаның бәрі. То семья, то жұмыс, то денсаулық, ағайын. Бірінің үстінен бірі не болып кетті дейміз ғой, Құдай деп. Біз ойлаймыз, біз керісінше отырық деп ойлаймыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сахих хадисте Алла тағала бір құлды жақсы көріп бастаса дейді, оған сынақ бере бастайды дейді. Көрдіңіз, Алланың сіз бір кісіні ерекше көңіліңіз түссе, жаңа баланы машалла деп бәріміз не істеп жатырмыз да? Жақсы көріп, жүрегіміз ауып, қалтамызда артық тиын болса бергіміз кеп, мәселен. Яғни біз біреуді жақсы көрсек, оған жақсылық істейміз ғой. Бір сыйлық бергіміз келеді. Ал Алланың несі жолы басқаша да. Қараңыз. Немесе пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, сауаптың үлкендігі дейді, сынақтың үлкендігіне қарай болады дейді. Кімнің сынағы үлкен, оның дәрежесі үлкен. Кімнің сынағы кішкентай, оның дәрежесі кішкентай. Түсіндіңіздер ма? Ендеше біреу отбасымен сыналып жүр, біреу әкесімен сыналып жатыр, біреу баласымен сыналып жүр. Баласы бұзылып кеткен. Күн уайым, мәселен. Біреу денсаулығы еш түзелер емес. Ұзақ уақыт. Біреу 4 жыл болды. Еш қарыздан шыға алмай келеді. Біреу не істесе де кәсібінде береке жоқ. Мәселен ки, біз білмейміз анығында, бұл жазама сынақ ба? Біз білмейміз бұны. Бірақ не болса да, қалай болғанда да ол бізге жақсылық. Ол бізге ұнамаса да. Түсінесіздер ма? Осылай.